Бүгін среда. Келесі среда бірінші тараух. 18 күні бірінші тараух. Шатаспаңыздар, ұмытып кетпеңіздер. Көбісі ойлап жүр, Рамазан 19 басталады все деп. 19-ы 18-і кешке тараух намазын оқимыз ғой. Бірінші хатым. Хатымның бірінші парасы. Қалып қоймаңыздар. 18 күні 12-ден өткен соң тараухтан кейін сәресі ішеміз. Ол 19-ның таңы. Окей? 19-ның таңында сәресі ішеміз. 18-ның түнінде. Сосын 19-ы ауыз ашамыз. Ровно бір айдан кейін дәл солай 18-і күні не бітеді? Тараух бітеді. 19-і күні соңғы ауызымызды ашамыз. 20-сы күні таңғы 8-де, әр жақта әртүрлі, таңғы 7-де болады көбінесе. Айт намазы. Оған аузымыз ашық болып бару керек. 18-і тараух бірінші, 18-і күні түнде, 19-ның таңында сәресі ішеміз, 19-ның кешінде аузымызды ашамыз. 18-і күні наурызда аузымызды соңғы тараух, 19-і түнде соңғы ауыз ашар. Таңғы 20-сы жұма күні таңертең наурызда айт намазына барамыз. Плюс 16-сынан 17-сіне қараған түні 1000 айдан артық қадір түні. Құптан намаздан кейін басталады. Соңынан ұмытып кетпеңіздер. 16-сынан 19. Қателеспесем 735 теңге пітір садақа адам басына. Пітір садақа не үшін береміз? Аманшылық үшін, шүкіршілік үшін. Окей? Достарыңызға, бауырларыңызға, туыстарыңызға бәріне жіберіп қойыңыздар. Ұмытып кетпесін. Бірінші 18-і күні тараухтан бірінші сәрес ауыз бекітуден қалып қоймасын. Окей? Жіберіп қойыңыздар. Аллах Тағала келіп жеткен оразаларымызды қабыл етсін. Жылдан жылға аман есен Рамазанға жете берейік.